Құрметті көрермендер, мен бүгін сіздерге бір жастағы баланың тұсаукесеріне арналған қазақша костюмді тікпекшімін. Шапан сияқты қылып, мен оны пішіп алдым. Размері бойынша баланың бойының өлшемі. Жең салып тігейін деп отырмын. Осыған даярлап пішіп алдым. Шалбары менен мынау жилет шапанның алдыңғы өңірі, артқы өңірі. Осыған енді оюларды қалай жапсыруымыз керек. Оюды мен жапсырып тігейін деп отырмын. Ұл бала болғандықтан оюды негізі жылтырақ матадан ою жапсырған өте сәнді көрінеді. Ол үшін бізге мынандай арнаулы ою оятын жылтыр қағазға өстіп глизерин қағазын осылай жапсырып аламыз. Мен осылай жапсырып алдым. Енді осыған мына пішіп алған шапанымыздың мынау артқы мынандай жауырынына қайтып шалбарының етегіне мына жеңдеріне осыны жапсырамыз. Мен қазір енді осыны сызып ойып аламын. Міне мен жаңегі даярлап алған қағазымызға оюымды ойып шықтым. Бұл енді тұсаукесер ұл бала болғандықтан мен мына жерге жылқы малының бейнесін бейнелеп кеттім. Бұл өте әдемі болады. Алғаш тұсаукесерге тұрған балаға. Енді осыны ойып алып, матамызға жапсырып тігеміз. Міне мен жаңағы ойып алған оюларымды мына шапанға осылай жапсырып барлығын тігіп шықтым. Мына жерде осы біз қазақ халқының оюларының өзі әртүрлі. Мынау тұсаукесер болғандықтан мен осындай жылқының бейнесін салдым. Енді осы шапанымызды екі жеңін салып, астарлап, қусырып шығамыз. Енді шалбары менен бөркі осының барлығын жеке-жеке тігетін боламыз. Оюлары осындай болып жатыр. Қыз балалардың дағы камзол, кәжеки деп айтады кей жерде, соларын тігіп жатырмын. Мынау міне біздің осында Наурыз мерекеміз келе жатыр алда. Соған сәйкес қыз балаларға осындай ою ойып қойдым. Бұл жерде менің айтайын дегенім, қазақтың өрнектерінің өзі осындай жыл мезгілінен және адамның жас ерекшелігіне қарай түрленіп отырады. Мұнда кішкентай балаларға мына жауқазын гүлдерін бейнелеп оюын осылай ойдым. Мұның арт жағына, артқы бойына мынандай көбелек оюын ойып қойдым. Осындай оюлар ойған сіздерге ұнап жатса менің каналыма тіркеліп, үйреніп отыруларыңызға болады.